Осы сенбіден бастап елдегі көлік жүргізушілерінің жауапкершілігі сәл де болса жеңілдей түспек. Енді көшеге шыққанда жүргізуші куәлігі мен көліктің техникалық құжатын өзіңізбен алып жүрмесеңіз де болады. Ұмытып кетсеңіз, уайымдамаңыз. Өйткені полиция қызметкерінің бұл үшін сізді айыптауға құқы жоқ. Осы 2-3 күннен кейін, яғни 13 ақпаннан бастап жол жүру ережелерін өзгерту туралы жаңа заңнама күшіне енетін болады. Алайда енді құжатын тастап кеттім екен деп, босаңсуға болмайды, ережелерін бұза беруге де болмайды. Полиция барлығы сізді әр басқан қадамыңызды бақылап отыратын болады. Ал енді осы салаға жыл сайын жаңалық енгізуден шаршамайтын мына ішкі істер министрлігінің біз бұл жолғы дайындығы қалай болып жатыр, тілшімізді тыңдайық, Шынар Асанқызының материалын көрейік. Автокөлік Nissan 778 оңға тоқтаңыз. Автокөлік Nissan 778 оңға тоқтаңыз. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Аға лейтенант Арибжанов. Көлік иесі полиция қызметкерін көрген бойда әдеттегідей жүргізуші куәлігі мен көліктің техникалық паспортын ала шықты. Бірақ оның жеке басына және көлігіне қатысты бүкіл мәліметті инспектор қолындағы мына планшеттен ағыз деп тапты. Тәртіп бұзғаныңды полицейден жасырғаныңмен планшеттен жасыра алмайсың. Қараңыз, сіздің иіңіз терем қазір. Нұралиев Темірлан. Сіздің иіңіз арқылы біз сіздердің мәліметтеріңізді ала аламыз. Жүргізу куәлігі бар ма, жоқ па? Сонда мәліметтерді біз осы планшет арқылы тексереміз. Сіздің осы планшет арқылы сіздің данныйын шығарамыз. Көрдіңіз, сізді бар екенін көрдіңіз ғой, және де қанша нарушение бар сізде. Бұған дейін жүргізуші куәлігін ұмытып кеткен көлік иелеріне 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынатын, немесе көлігін айыппұл тұрағына апарып қойылатын. Жаңа ереже бойынша бұл талаптардың барлығы өзгерді. Енді жүргізуші куәлігінсіз ақ көшеде жүре аласыз, бірақ бұл жазадан құтылып кетесіз деген сөз емес. Сіз жүргізуші куәлігіңізді жиі ұмытып кетесіз бе үйде, әлде үнемі өзіңізбен бірге алып жүресіз бе? Болады, ұмытып кетемін. Сосын қайтарып келемін документке. Қалтада жүрмейді ғой. Бірақ көлік иелері ескерер бір жайт бар. Полиция қызметкері тоқтатқанда жеке төлқұжатыңыз міндетті түрде қалтаңызда болу керек. Бұл сіз туралы мәліметті анықтау үшін қажет. Қазіргі уақытта 9 мыңдай планшет біздің деректер базасына қосылған. Мұндай планшеттер жол ережесін қадағалайтын әрбір инспектордың қолына беріледі. Онсыз жұмыс істеу мүмкін емес, өйткені хаттамалардың бәрін электронды форматта толтырамыз. Бұл біріншіден жылдам жұмыс істеуді, екіншіден ашықтықты қамтамасыз етеді. Бірақ мұндай планшеттер интернет арқылы ғана іске қосылады. Сондықтан тәртіп сақшылары ауыл аудандарда байланысы жоқ аумаққа шыққанда басқа тәсілді қолдануына тура келеді. Интернет жоқ жерлерде біз радиостанциямен шығамыз, радио эфирмен шығып, және орталық базадан сұрап, бізге осында машинаның ақпараты керек, осында адамның мәліметі керек деген кезде бізге радио байланыспен шығып, радио байланыспен ақпарат аламыз. Біздің тілшілер полиция қызметкерімен бірге қала сыртындағы интернеті жоқ аумаққа да шығып көрді. Инспектор орталыққа алдымен рация арқылы хабарласты. ПАИ хотел пробить данное физическое лицо. Сейчас, минутку. Байланыс дұрыс болмаған соң телефон соқты. Данныйын айтсаңыздар болды. Несі шығып қойды? Жоқ, водительский шыға ма? Машина шыға ма? Тәртіп бойынша орталықта отырған кезекші бөлім тиісті ақпаратты 4-5 минут көлемінде ұсынуы тиіс екен. Бірақ бұл жолы біраз күтуге тура келді. Өздерінің айтуынша бас қалада көлік ағыны көп болғандықтан кезекші бөлімнің жұмыс жүктемесі де ауырлау болатын көрінеді. Ал шағын қалалар мен ауыл аудандарда мұндай кедергілер болмайды деп сендірді. Шынар Асанқызы, Тайыр Мерекенов, қорытынды жаңалықтар.